Қайырлы күн, мен Телепаева Назерке Сүлейменқызы, логопед дефектолог маманмын, Аманат дамыту орталығының негізін қалаушымын. Қазіргі таңда ерекше бала бағып отырған анамын. Мен осы Жарқыра жобасына 2025 жылы алып келіп отырған жобам. Қазіргі таңдағы балалар туылғаннан гипоксиямен, гипертонус, гипотонуспен туылып жатқан балалар өте көп. Сол балаларға су арқылы, массаж арқылы, гидрованна арқылы балаларды сөйлету ерте жастан. Бұл гидрованна деген осындай өзінің үлкен контейнері бар, ішінде ойыншықтарымен, градусымен өлшеніп, таза су болады. Әр балаға каждый келген сайын суын ауыстырып отырылады. Бұл гидрованна, бұның ішінде бу арқылы баланың денесін қатты болған балаларды жұмсартады, жұмсақ балаларды массаж жасау арқылы қатайтады. Бұл не үшін керек? Менің өзімнің 3 жылдық тәжірибемде консультацияға келген балаларды мен массажға жіберем и бассейнге жіберем қосымша. Сосын логопедтің жұмысы арқылы балалар ерте сөйлейтін болады и анық сөйлейтін болады. Бұл гидрованнаның пайдасы туылғаннан гипертонуспен, қазіргі таңда кесарьмен туылған балалардың қолдары, денелерінің барлығы бос болады. И оның үстіне ол балалар 3-4 жасқа келгенде анық сөйлемейтін болады. Сөздері тежеледі. Сол себепті мен осы өзімнің орталығымда бір кабинетім бос, соған осы ваннаны алып пайдаланғым келіп отыр. Мен осы Жарқыра жобасынан 3,5 миллион қаражат сұраймын. Мені қолдауларыңызды сұраймын.